Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Мен сіздерге қазір мына жерден көрсетіп отырамын. Қандай кезекте қай көлік бірінші жүреді және не үшін екенін сіздерге түсіндіріп отырамын. Қараңыздар, мысалы, мына жағдайда мотоцикл көлігі парковкаға кіріп жатыр, ол солға бұрылайын деп тұр. Ал мына жасыл автокөлік парковкадан шығайын деп тұр, енді қайсысы жол беру керек? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бұл жерде әрине мына орнынан енді қозғалайын деп жатқан көлік бірінші жол беру керек. Ал келе жатқан көлік басымдылыққа ие болады. Бірінші сол мотоцикл орнына қояды, одан кейін барып жасыл автокөлік. Келесі жағдайды қарастырайық. Мына жағдайда мысалы бізде мотоцикл көлігі мен жасыл автокөлік оңға бұрылайын деп тұр. Олардың жол белгілері, тұрған белгілерді қараңыздар. Мынау қандай белгі? Комментарийға жазыңыздар. Ал егер де сіздерге түсініксіз болса, біздің ПДД Қазақстан Instagram парақшасынан қарап, қандай белгі екенін көрсеңіздер болады. Одан кейін мына жасыл автокөлігіміз мына жақтан ол бірінші жүреді, себебі мына жерде басымдылық белгі тұр. Түсіндіңіз ба? Мына жерде жол беріңіз деген белгі, ал мына жерде басымдылық белгісі. Енді бұл жерде мына екі көліктің қайсысы жүреді? Екі көліктің оң жақтан кедергі деген қағида бойынша мына бірінші мотоцикл автокөлік жүреді, одан кейін барып жасыл автокөлік. Мына қиылыс қараңыздар, бұл реттелмейтін қиылыс. Бұл жерде барлық көлік оңға бұрылайын деп тұр. Ешқайсысы бір-біріне кедергі келтірмейді. Түсіндіңіздер ме? Мына ситуацияны қараңыздар, құрметті оқырмандар. Бұл ситуацияда мына ГАИ көлігінің дыбыстық сигналы бар және жарқылдақ маягы бар. Значит, ол ережеге қарамай бірінші жүреді. Енді мына екі көліктен, жүк көлігі мен көк көлікті қараңыз, қайсысы бірінші жүреді? Бұл реттелмейтін қиылыс. Реттелмейтін қиылыста оң жақтан кедергі деген бар. Значит, оң жақтан кедергі қайсысы болады? Әрине, жүк көлігі, оң жақтан кедергі көк көлігіне. Значит, жүк көлігі бірінші жүреді. Мына ситуацияны қараңыздар, құрметті оқырмандар. Сіздерде мына жерде айналып өту керек. Мына автокөлік аварийны тоқтап тұр. Айналып өту керек. Енді мына жерде қарасаңыздар, белгі тұр. Бұл қандай белгі? Бұл қарсы бағыт алдындағы басымдылық деген белгі. Ал мына белгі қарсы бағыт басымдылығы деген белгі. Сол себепті бұл жерде мотоцикл автокөлігі бірінші болып өтеді, ал қызыл автокөлік жол беру керек мотоциклге. Құрметті оқырмандар, мына жерде мынау арнайы техника және көлік түрі. Бұл жерде кім бірінші жүреді? Әрине, мына көлік бірінші жүру керек, себебі бұл жолда келе жатқан көлік. Мына арнайы техника ол жолға шығайын деп тұр. Сол себепті ол бірінші жолдағы көліктерін барлығын өткізіп барып жолға шығады. Сіздер трамваймен постоянно қателесесіздер, құрметті оқырмандар. Мына жерде қараңыздар, трамвай, розовый автокөлік солға бұрылайын деп тұр. Трамвай тең дәрежеде всегда бірінші жүретінін білесіздер. Одан кейін барып, мына жерде қараңыз, тең дәреже. Енді кім бірінші жүреді? Әрине, оң жақтан кедергі. Мотоцикл мына қызғылт түсті автокөлікке оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші мотоцикл жүреді. Одан кейін, құрметті оқырмандар, мына жерде велосипед солға бұрылам деп тұр. Мына көлік, жасыл көлік, ол да солға бұрылайын деп тұр. Бұл жерде оң жақтан кедергі
велосипед бірінші жүреді. Міне мына белгілерді қараңыздар. Бұл тең дәрежелі жолдардың қиылысуы деген белгі. Бұл жерде қайсы көлік бірінші жүреді? Әрине, оң жақтан кедергі көлікті өткіземіз. Мынау қараңыздар, міне мына жол құм жол болса да, бұл құм жолға міне мына белгі дәреже беріп тұр. Яғни мына екі жолдың дәрежесі тең дәрежелі жолдың қиылысуы. Бұл жерде оң жақтан кедергі деген қағидаға қарап жүресіз.